Саламатсыздар ма көрермендер? Бүгін бізде Hyundai Aventa 2011 жылғы автокөліктің келу себебі автокөлік жол үстінде оталмай қалған. Ең бірінші жол үстінде келе жатқанда автокөліктің щиток приборы өшкен. Кейін автокөліктің өзі де өшіп қалған. Бүкіл сақтандырғыштар сау, бәрін тексеріп шықтық. Есік қандай ақау таппадық. Автокөліктің щитогы жанбайды. Автокөліктің щитогын артын ашып көрдім. Сөйтсем бізде автокөліктің артқы щитогының шишкасы күйіп кеткен болып шықты. Яғни бұда өте нашар контакт болған, және де бұл біраз жыл жүрген, соның арқасында осындай балқып жүрген. Енді автокөліктің щитогын жөндеу керек. Бізде осы щитоктың арқасында оталмай қалып отыр. Кішкене түртіп жүрсе автокөліктің щитогы жанады. Қалған заттардың бәрі жанды. Енді автокөлік оталады. Бізде ақаусыздық осындай болды. Ақаусыздықты жоямыз. Автокөлік оталды.